Қайырлы күн, құрметті көрермен, сіздермен бірге Мәдени мұра бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамыздың алғашқы шығарылымы қазақ халқының мәдениеті мен ұлттық дәстүрін дәріптеп, ұрпақтан ұрпаққа жеткізуде ерекше орын алатын қасиетті домбыра жайында болмақ. Эфирді жүргізетін мен Мереке Ақтілек, ал студиямызға келіп отырған арнайы қонағымыз Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің Дала саз ұйымының жетекшісі, жастарға ұлттық өнерді дәріптеп жүрген Аяулым Тәжібай. Аяулым, қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет шақырдыңызға. Келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Сұхбатымызды бастамас бұрын сіздің осы өнер жолына келген жолыңыздан бастасақ, яғни алғашқы қадамдарыңыз қандай болды? Бұл өнерге қызығуыңызға бір жандардың себебі болды ма? Және де домбырамен айналысып жүргеніңізге қанша уақыт болды? Осы жайлы толығырақ айта кетсеңіз. Негізі мына өнер жолында жүргеніме 7-8 жылдай болып қалды. Жалпы айтады ғой, баланы жастайынан еркін өсіру керек деп. Сол кішкентай кезінде ата-анам жаңағы әртістерді қайталап, билеп, ән айтқанда ешқашан баспайтын, бетімнен қақпайтын. Сөйтіп өзімде ой, мен сондай бір әртіспін деп жүрген кезде соны байқап қалып, бір жаңа жылда, қателеспесем 4-3 сыныпта ағам маған домбырамен бір спорттық тауарлар алып келеді. Спорттық тауарлар жатты үйде, бірақ та домбырамен сөйтіп күнде тартып, терлеп, үйдегі үй мүшелерінің алдына отырып алып, ән айтып, сөйтіп өзімді әртіс қылдырып көрсететін. Ол кісілерде ой, керемет, керемет деп әйтеуір білмеймін, рас па, өтірік па, сөйтіп менен бір әртіс шығады-ау деп ойлап жүрдім. Сөйтіп жаңа концерттер болған кезде қайталап әртістердің істегендерін өзімді сондай бір жұлдыз сезініп жүргенде, анам бір күні келді де, жүр музыка мектебіне кастингқа барайық деді. Білмеймін, ол кезде кастинг деп айтамын, қалай айтатынын. Сөйтіп музыка мектебіне бардық. Ол кезде ритмді көрсетіп, маған қайтала деді, мына әнді сомда, тағы не істей аласың деп сұрады. Сөйтіп сол музыка мектебіне Балапанова Жұлдыз Жарылғасыновна деген домбыра мұғаліміне қабылдандым. Сөйтіп 5 жыл домбыраны оқып бітірдім. Кейін ұбытып, анау, мынау деп өстіп кішкене арасында кідірістер болып қалды домбыра тартқан кезде. Бірақ та қазір осы Дала саз оркестріне қалай бірінші курс студенті болып түстім, солай домбыраны ешқашан қойған емеспін. Күнделікті ойнаймын, тартамын. Яғни домбыраға жаңа махаббатымды ашқан ағам мен анам десем болады. Өте тамаша. Ендігі кезекте тақырыбымыз домбыра болғаннан кейін жалпы осы домбыраның тарихы және де пайда болуы жайлы қызықты деректер білесіз бе? Енді домбырашы болғаннан кейін домбыраның тарихы туралы қызығасың. Жалпы домбыраның тарихы, шығу тегі жайлы нақты ондай деректер жоқ. Бірақ та мына Кемел Ақышевтың 4000 жыл бұрынғы домбыраның суреттері табылған өзі зерттеуінде көрсеткен болатын. Бұл дегеніміз домбыраға шамамен 6000 жылдардай уақыт. Енді ойлаңыз, 6000 жылдық аспапты қазір біз арқау етіп тартып жүрміз. Тағы бір қызықты деректер, жалпы өздерің жақында естіген боласыздар, 3000 адам балбырауын күйін тартып Гиннес рекордтар кітабына кірді. Оған дейінде жаңағы кеңес күйін тартып 10.000 адам тоже сөйтіп тағы да сондай Гиннес рекордтар кітабына кірген болатын. Жалпы домбыра туралы тарихтан енді білерім, ол Ахмет Жұбановты білетін шығарсыздар. Сол кісі домбыраны қозы құйрық деп атын сондай шыққан деп айтып кеткен болатын. Жаңағы араптың сөздерінен шыққан және де домбыраның мына шеті өзінің екінші жартысы қозының құйрығына ұқсағандықтан солай бір атау берген екен, соған келтіріп Ахмет Жұбанов сөйтіп айтып кеткен. Және де тағыда дом, бұрау деген екі сөздің қосындысы деп те айтады. Дом дегеніміз ісіп кеткен, сынып кеткен дейтін. Домбыраның екінші жартысы да сондай доғал сияқты келеді ғой, сынып кеткен тәрізді. Ал бұрау деген түсінікті, құлағын бұрайсың, дауысын келтіресің, сондай ақпараттар бар. Енді әзірге білетініміз осы домбыраны тарта бере, көре бере, адамдармен тілдесе бере үйренетініміз көп.
Өте қызықты деректер екен. Келесі сұрағым, жалпы осы домбыра қазақтың ұлттық символы деп жатады. Осы пікірге келісесіз бе? Әрине, домбыра ол қазақтың ұлттық символы. Жалпы әр ұлттың өзінің генетикалық коды болады, Ол генетикалық кодқа не кіреді? Діні, тілі, мәдениеті, ділі, тұрмыс салты, күнделікті істейтін жағдайлары, айтатын сөздері сынды. Ал осы генетикалық кодтың ішіндегі аспектілердің ең үлкені ол әрине мәдениет. Ал мәдениет дегеніміз ол біріншіден қазақтың мәдениеті немен байланысады? Ол домбырамен байланысады. Өйткені әр адамға келіп қазақтың мәдениеті деп сұраншы, біріншіден ол кісіде ассоциация домбыра. Және де мен неге олай алып тұрмын? Мысалы, домбыраны тартқан кезде сіз қазақтың көшпенділіктің тарихын, көшпенділіктің иісін сезіне аласыз. Мысалы, Ержан Тоқсабановтың «Жауға» деген күйін біз алдында жарыста, сайыста орындаған болатынбыз. Мысалы, сол кейде басында жаудың келе жатқанын көрсетеді. Кейін жаумен қалай шайқасып жатқанын көрсетеді. Кейін жеңгендерін, шарықтау шегі, осының барлығы бір күйде көрінеді. Яғни күйді тартқанда сіз жаумен қалай көшпенді қазақтардың соғысып жатқанын байқай аласыз. Яғни сіз тарихты есіңізге алып жатсыз. Ал ешқашан өлмейді қандай ұлт? Ол тарихы мен тілін білетін ұлт. Ал сіз тарихыңызды білсеңіз, яғни сіз өлмейсіз. Ал менің ойымша, домбыра осы тарихты дәріптейтін үлкен бір мәдениеттің бөлігі. Сондықтан да ол қазақилықтан үлкен бір себепшісі болуының деп айтсам болады. Сізбен толықтай келісем. Енді осы күйдің ерекшеліктеріне тоқталсақ. Жалпы күй, енді домбырашылар біледі деп ойлаймын, төкпе және шертпе күйде бөлінеді екен. Осы екі түрдің ерекшеліктеріне тоқтала кетсеңіз, жалпы айырмашылығы қандай? Иә, жалпы домбыраны тартқан кезде төгіп тартады және шертіп тартады. Төкпе күй деген ол ат айтып тұрғандай төгіліп ойналады. Яғни көбінесе ол қандай күйлер? Адай, балбырауын, сарыарқа сынды күйлер, олар тез тартылады. Және де ол кезде көбінесе күйлер жігерлі естіледі. Және сіз сол күйлер арқылы өмірдің сондай бір жігерлі, шаттанып, шабыттанып болып жатқан кездерін байқай аласыз. Ал шертпе күйлер, олар бес саусақтың бесеуімен де бүйтіп орындалатын күйлер тартқан кезде осылай, яғни ноталар, мелодия жаңа бес саусақтан да төгіледі, шертіледі. Бұл көбінесе Қаратау шертпесі, көңіл толқыны дейтін күйлер бар ғой. Сол күйлерді тартқан кезде оны көбінесе шертпемен тартады. Өйткені ол күйлерде сіз толғанасыз, бір сарынға түсіп, үстіп, байыпта, тыңдайсыз, тартасыз дегендей. Мен ойымша төкпе мен шертпенің ең басты айырмашылығы сол төкпе жігерлі, ал шертпе ол сарынды, баяу, байсалды, сондай. Ал бұрауына байланысты 5 түрге бөлінеді екен. Жалпы осылардың қайсысын көбінесе жиі пайдаланасыз жұмысыңызда? Негізі домбыра бұрау 5 түрлі бұрау болады. Бірақ та қазір домбырашылар тек 2 бұрауды қолданады көбінесе. Ол 10 бұрау және теріс бұрау, оған ораламыз. Ал қолданылмайтын 3 түрі, ол таза терцияны алғанда, унисонды алғанда, мысалы, олар көбінесе бұрынғы күй тартыстарда, күй сайыстарда, тоқа, тәттімбеттің кездерінде қолданылған бұраулар. Қазір оны көбінесе қолданбайды. Ал қазір 10 және теріс бұрау. Теріс бұрау дегеніміз ол таза квинта. Квинта дегеніміз музыканттар түсінеді. Квинта дегеніміз, мысалы, домбыраның 2 шегі болады. Астыңғы шегі ол соль дауысына келтіріледі, үстіңгі шегі ре дауысына. Және соль мен ре қатар ойналған кезде ол квинтаны береді. Ал квинта дегеніміз ол 2 дыбыстың арасындағы 5 дыбыс болса, ол квинта деп аталады. Және де бұл бізде теріс бұрау болды. 10 бұрау дегеніміз, сіз жаңағы дауысын сәл түсіресіз, сол кезде таза кварта болады. Яғни ол кезде 2 жаңағы дауыстың арасында 4 дыбыс болады деген сөз. Жалпы оны музыканттар былай біледі, түсінеді, ал негізі білу керек, қазір қолданылатыны домбырада тек 2 бұрау. Түсінікті. Ендігі кезекте жастар және домбыраға тоқталсақ, яғни қазіргі кезде жастар арасында осы домбыра өнері қаншалықты маңызды және қандай деңгейде? Негізі былай ойлауымызға болады, қазір жастар кітап оқымайды, оларға ондай қызық емес деп. Бірақ та біз
кастинг істеген кезде өзі бұрыннан келе жатқан домбырашылар да, осы дала сазының басқа да мүшелері де айтады, осы жылғы мүшелері, осы жылы кастингқа келушілер, қабылданушылар көбірек алдыңғы жылға қарағанда, және бұл тенденция әр жыл сайын өсіп отырады. Бұл не дегеніміз, яғни жастардың арасында домбыраға деген қызығушылық бар. Ол өшпеген. Мысалы, айтады ғой, қазір жастар кітап оқымайды. Неге кітап оқымайды? Өйткені кітаптың орын басатын нәрсе бар. Әлеуметтік желі. Ол видеолар, басқа да жаңағы онлайн бір комикстер, жаңағы анимеге байланысты неше түрлі тағы да болады әңгімелер. Сондай, ал домбыраны немен басаласыз? Домбыраны ештеңемен басалмайсыз ғой. Домбыра ойнау керек па, сіз ойнау керексіз дегендей. Жарайды, оны ютубта тыңдай аларсыз, бірақ та бұрынғы кезбен салыстырсақ, домбыра тыңдағың келсе, бір күйшіден тыңдасаң, қазір ютубтан тыңдайсың дегендей. Орын басты, бірақ та домбыра орындаудың орнын ештеңе басалмайды. Сондықтан да мен ойымша қазір жастардың арасында тенденция жақсы және дамып келе жатыр. Мен де сізге қосылам. Ендігі кезекте жалпы заманауи технология дейміз ғой, әлеуметтік желі. Бұл қаншалықты осы домбыра өнеріне әсер бар ма, жалпы дамуына, насихатталуына? Әлеуметтік желінің ол әр салада әсері бар. Мысалы, Димаш Құдайбергенді алсақ, ол кісі домбыра тартып жүрген, өзі бір әнші. Былай қарасаңыз, домбыраны басқа елдерде білмейді. Түркі елдер білетін шығар, арасында өзіміздің қазақтар естіген болар. Бірақ та Еуропа халықтарынан, Еуропа елдерінен, немесе батыс елдерінен, тіпті өзіміздің көршілеріміз, мына Ресейден сұрасаңыз, домбыра не десе көбісі білмейді. Ал Димаш Құдайберген не істеді? Ол кісі домбыраны серік етіп, өзі концерттеріне шыға бастады. Және ол концерттердегі видео жазбалар TikTok, Instagram желілері арқылы таралды. Және оны жастар көріп, осылай екен ғой, домбыра ол жай үйде ілініп тұратын зат емес. Домбыра арқылы сен әлемдік сахнада өнер көрсете аласың деп түсінді де. Сөйтіп жастардың махаббаты одан сайын арта бастады. Және де мысалы біздің дала сазы оркестрі туралы көбінесе сұраймын ғой бірінші курс студенттерінің қайдан естідіңіздер? Инстаграмнан дейді. Еуразия ұлттық университетінің инстаграмнан, өнер орталығының инстаграмнан білдік дейді. Бұның өзі TikTok, инстаграм желісінің үлкен әсерін көрсетеді. Енді осы сұхбатымызды бір домбыраның қоңыр үнімен жалғасақ, яғни сізден бір домбыраны, бір өзіңіздің сүйікті күйіңізді тартып беруіңізді сұраймыз. Жақсы.
Өте керемет, шебер орындауыңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Ендігі кезекте осы әр күйдің өзінің бір белгілі бір тарихы болады ғой, шығуына байланысты. Сіздің тартқан күйіңіз туралы жалпы атауын айта кетсеңіз және де тарихы жайлы білесіз бе? Әрине, бұл өте танымал қазаққа дирижер, композитор, домбырашы Нұрғиса Тілендиевтің Әлқиса күйі. Негізі Әлқиса күйінің ондай бір тарихы жоқ. Ерке сылқым сияқты күйлердегідей, көңіл толқыны сияқты да. Бірақ та бұл күйде бір ерекшелігі Нұрғиса Тілендиев өзінің Атабай деген әкесі болған, сол кісі Нұрғиса Тілендиевке кішкентай кезінен домбырада жаттығулар көрсеткен екен. Сол жаттығулардың қосынысы осы күй болып шыққан. Және де көп домбырашылар айтатын көрінеді, осы Әлқисаны орындаған кезде Нұрғиса Тілендиевтің басқа да күйлеріне бір ойша шолу жаса, бір соларда тартып шыққандай боласын деп. Және де жаңа айтып кеттік қой, төкпе және шертпе күйлер. Бұл күйде төкпе де бар, шертпе де бар. Осындай керемет, осындай үш аспектісін айта аламын осы күйдің. Өте тамаша. Және Нұрғиса, Әлқиса деп атап кеткен ел алдында. Ендігі кезекте жаңа айтып өткендей, сіз осы Дала сазы ұйымның жетекшісі ретінде, ұйым менің ойымша көптеген іс-шараларда белсенді атсалысты. Және де жақында өткен осы жастар жалыны 2024-те де өзінің үлесін қосқан болатын. Бұл шарада ұйымның дайындығы қалай болды және де сіздің әсеріңіз қалай? Дұрыс айтасыз, біз алдында жастар жалыны атты осы Астана қаласының университеттері жоғарғы оқу орындарының арасындағы жастардың біліктілігін тексеру үшін, көру үшін арналған өткізілген сайыста бағымызды сынап көрген болатын. Біз ұлттық аспаптар номинациясында қатыстық. Және де жаңа айтып өткен Ержан Тоқсабановтың Жауға деген күйін тартқан болатынбыз. Жақсы тартып шықтық. Және де бұл сайыстан кейін не түсіндік? Жалпы осы сайыстың сайыс барысында біз дайындық кезінде түрлі идеялар істедік. Қазір айтады ғой, брейншторминг, сондай жасадық, нетворкинг болды, басқа да жоғарғы оқу орындарының студенттермен, олармен араластық. Сіздер қай күйді тартасыздар? Ой, бізде осы күйді тартамыз, біз осы күйді дайындап жатырық деп. Бұл не істейді? Бұл домбыраның және күйдің қазақ мәдениетін жастар арасында танылуын өсіртеді. Үлкен үлесін қосады. Және де жастар түсінеді. Және де бұл жарыстан кейін біздерге қаржылай сыйлық берген болатын. Әрине бұл өзінше бір мотивация. Жарысқа қатысайық, бір жағынан домбырамызды тартамыз. Айтып өткенде осы жастар жалыны немесе белес сияқты іс-шаралар бар. Бұл іс-шаралардың осы өнерге қандай тиімді жақтары бар? Яғни дамуына. Бұл жастарға қажет пе жалпы осындай іс-шаралар? Әрине қажет. Ол мәдени даму дегеніміз, ол әрқашан адамзаттағы ең басты дамудың бірі болған. Мәдени майдан деген кітапты естігенсіздер ме? Ол мәдени майдан деген кітаптың жалпы маңыздылығы қазір енді танылып жатыр. Өйткені ол кезде айтылады, мәдениет дейді, ол әр ұлттың тірі қалуына, әр ұлттың өлмеуіне үлкен бір тетік. Мәдениет ол әрқашан болу керек дейді. Ал ұлттың ең бір үлкен қозғаушысы ол жастар. Жастар және мәдениет қосылғанда жастар арасындағы мәдениет. Ал жастар арасындағы мәдениетті осынша жастар жалыны, белес, тағы басқа да кештер, үлкен шаралар арқылы дамыту керек, көрсету керек. Міне жастарымызда осындай бір музыкамен айналысады, осындай бимен айналысады, әнмен дегендей. Және де ішінен атап өтетіні домбыра, жаңа айтып кеттік, ол руханилықтың символы деп. Руханилықтың символы, белгісі домбыра. Сондықтан да мына осындай шараларға қатысу арқылы сіз домбыра тарту жаңа қабілетіңізді ұмытпай ғана қоймай, сіз оны дамытасыз және де басқаларға да көрсетесіз. Мені қараңыздар, мен де тартам, мен де осындай жетістікке жетіп жатырмын, оның барлығы домбыраның арқасында деп. Ендігі кезекте сіз осы ұйымда және де домбыра өнерінде көп жылдар бойы жүргендіктен, менің ойымша сіздің алға қоятын мақсаттарыңыз биік. Және де осы өнер саласында қандай мақсаттар немесе жоспарларыңыз бар алдағы таңда? Сондай өте қиындау сұрақ. Бірақ та қазір мен мамандығым ағылшын және неміс тілі мұғалімі болғандықтан, ал ұстаз ол үлгі болу керек. Ал үлгі қандай адам болады? Үлгі боларлық адам ол өзінің елін,
өзінің елінің генетикалық кодын дәріптейтін адам деп ойлаймын өз басым. Сондықтан да ұстаз бола тұра домбыра тарта алмауым, жаңағы өзімнің шәкірттеріме бір мәдениеттіліктің бір белгісін көрсете алмауым қате болар деп, мен қазір де жаңағы домбыра шерту қабілетін дамытып жатырмын. Және де домбыраның берер мүмкіндіктері басқа да көп. Мысалы біздің оркестріміз жыл сайын түрлі қалаларға барады, шетелдерге шығады. Мысалы алдыңғы жылы Қытайдан бірінші орын, 16-ғы жылы Италиядан бірінші орын алып келген болатын. Бұның барлығы нені береді? Бұның барлығы домбыра ол мүмкіндіктер алаңы деп айталам. Және де мысалы біздің оркестріміз жылына бірнеше рет жаңағы теледидарға, түрлі хабарларға шығып тұрады, танымалдылықты арттырады. Және де домбыра тартып, сен жаңағы айтқандай ұлтыңды ұмытпайсың, тарихыңды білесің, тарихы мен тіліңді жоғалтпайсың. Аяулым, домбыраға деген сүйіспеншілігіңізбен адалдығыңыз үлкен рухани байлықтың белгісі деп білеміз. Және де келгеніңізге үлкен алғыс білдіреміз. Осы жастарға ұлттық өнерді дәріптеу жолындағы еңбегіңізге үлкен табыс тілейміз. Рахмет сіздерге де шақыртқандарыңызға. Егер де бұл жаңағы сұхбатымыз біреуге бір ой салса, пайдалы болса, бұл мен үлкен бір миссиямның орындалған деп білем. Сіздерге рахмет шақырғандарыңызға. Осындай беделді бағдарламаларымыз, жастарымыз көбейе берсін. Құрметті көрермен, домбыра ұлт қазынасы атты сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Қазақтың киелі өнері мәңгі жасай берсін. Thank you.